2021 жылдың басындағы статистикаға сүйенсек, 150 елде TikTok-тың миллиард қолданушысы бар. Аудиторияның 60%-ы Z ұрпағы. Сонымен қатар, платформа саяси бейнелер алаңына айналған. Мұнда азаматтық белсенділер мен жас саясаткерлердің жеке аккаунттары, ал саяси қозғалыстардың өз хайп-хаустары бар. Бұл видеода TikTok-та қандай саяси видеолар тренд болғанын және қолданушылар қоғамның күн тәртібіне қалай әсер ететінін айтатын боламыз. TikTok пайдалану саясаты. TikTok аудиториясының көбі 18 жасқа толмаған және дауыс беруге құқығы жоқ адамдар. Сол себепті 2019 жылдың қазанында платформа басшылығы сайтта саяси жарнама мен үгіт жүргізуге тыйым салатынын мәлімдеді. Бірақ қосымшаның танымалдығы артқаны соншалық ойын немесе шығармашыл түрде ойластырылған саяси жарнаманың келуіне себеп болды. Саясаткерлер трансляцияда өз көзқарасын жастарға жеткізіп, өзінің идеологиялық жақтасы етуге талпынуда. Мәселен, қазірдің өзінде TikTok-тағы саяси емес арналарда бейресми саяси үгіт насихат қысқа бейнелер, флешмобтар тарап жүр. Дегенмен, осыған дейін TikTok Қытайдың саяси мүддесімен айналысады деп бірнеше рет айыпталды. 2019 жылдың қарашасында әлеуметтік желіде Феруза Азиз кірпігін қайырып отырған бейнеролик ортасында Қытай ұйғыр мұсылмандарға арналған концлагер құрғанын және Шыңжаңдағы ұйғырларды мәжбүрлі түрде сол лагерге қамап жатқаны туралы ақпаратты таратуды сұрайды. Осы видеодан кейін Феруза Азиздің TikTok-тағы аккаунты бұғатталады. Сондай-ақ Гонконгтағы наразылық акциялары туралы бейнематериалдар платформада цензураға ұшырап отырған. Қытай билігін сынаған видеолар бұғатталған немесе негізгі беттерден көрсетілмеген. Трамп және тиктокерлер. Кейінгі бір жылда ақш-та 130 миллион адам TikTok-ты жүктеген екен. Әсіресе 2020 жылдағы президент сайлауында американдықтар ерекше белсенді болды. Осы кезде ақш-тағы әртүрлі саяси партия мен олардың жақтастары, республикашылдар, либералдар немесе консерваторлар сияқты өзінің хайп-хаусы пайда болды. 2020 жылдың маусымында Трамптың тобы американдықтарды Талсадағы президенттік митингке тегін тіркелуге шақырды. Бірақ пандемия кезіндегі мыңдаған адамды бір мекемеге жинау идеясын басқа саясаткерлер мен тұрғындар қатты сынға алды. Сол кезде әлеуметтік желілерде Трамптың қарсыластары жаңа науқан ойлап тапты. Олар карантинде көп адамның жиналмауы үшін митингке тіркеліп, бірақ оған бармауды ұсынды. Акцияға Twitter және TikTok қолданушылары, оның ішінде кей-поп жанкүйерлері де қосылды. Үндеудің бейне жазбасының бірі 2 миллион қаралым және 700 мың лайк жинап, стадионға президентпен кездесуге 6 мың адам келді. Осылайша олар жақтасының көп екенін үнемі айтатын мақтаншақ президентті мазақ еткісі келген. TikTok-тағы наразылықтар. Адамдар наразылық пен азаматтық қозғалыстарды жариялау үшін де TikTok-ты қолданады. Мәселен, ақш-тағы және шет елдегі нәсілшілдікке қарсы қозғалысты қолдайтын Black Lives Matter хэштегі бойынша басылымдар көп қаралым жинаған. Жас қолданушылар видео арқылы теңдік идеясын насихаттап отырды. Тіпті осыған орай CNN TikTok-ты Black Lives Matter белсенділік орталығы деп атаған. Қазір бұл тақырыпқа қатысты миллиондаған бейнеролик бар және олардың қаралымы 24 миллиардтан астам. Ал 2020 жылдың жазында TikTok қолданушылары Беларусьтің бірнеше қаласындағы бейбіт шеруді қолдау үшін «Живе Беларусь» хэштегімен видео бөлісті. Олар 425 миллион қаралым жинады. 22 қазанда Польшаның Конституция соты елдегі аборт туралы заңды қатаңдатып, қоғамға үлкен резонанс тудырды. 100 мыңдаған адамдар көшеге шығып, жаңа заңға қарсылығын білдірді. Сол кезде тараған TikTok-тағы видеоларды 2 миллион 600 мың рет көрген. TikTok және саяси мемдер. TikTok қолданушылары арасында әзіл-сықаққа, мысқылға толы саяси бейнелер танымал. Әйгілі саясаткерлердің цитаталарына, оқиғаларға әзіл видео түсіріп, кейін трендке айналып үлгеріп жатыр. Орыс тілді аудиторияға 2020 жылдың 14 желтоқсанындағы саясаткер Алексей Навальныйдың Беллингант пен The Insider баспаларымен бірге өзінің улауына қатысты тергеу жұмыстары, қылмыскер қоңырауы қызық тақырып болды. Тергеу жұмыстары 100 бейнелердің пайда болуына түрткі болды. Ал сіз оқырман, TikTok-ты қандай мақсатта қолданасыз? Комментарий бөліміне пікір қалдырып, арнамызға жазылыңыз.